Бүгінде базардан да табылмайтын жүннен басылған киізді қайдан сатып алуға болатынын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Киіз басу бұрындары ауылдарда нағыз той сияқтытын. Бүкіл ауылдың апалары жиналып, текемет бетіне түрлі оюлармен өрнектеп киіз басатын. Бүгінде киіз сәннен қалып, төрдегі басын есікке сүйреп тастадық. Киізді бүгінде базардан да таба алмайсыз. Сұраныс жоқ болған шығар келмеске кеттені. Дегенмен кәсіпкерлер жәрмеңкесінде оюлы киіз көзімізге оттай басылды. Қазақстанның күнгейіндегі Шымкент қаласының тұрғыны, қолөнер шебері Мадина Ахметова киізден заманауи үлгідегі ұлттық бұйымдар жасап, талайларды тәнті етіп жүр. Қолөнермен айналысқанына 15 жылдан асқан шебер грант ұтып алған. Мен қолөнер шеберімін. Осы қолөнермен айналысқаныма 15 жылдан аса уақыт болды. Мен қазір осы былтыр грант ұтып алып, осы киіз өнімдерін заманауи үлгідегі киім үлгісін шығару барысында осы грантты ұтып алдым. Осы жаңағыдай киізді бұрыннан келе жатқанда ата-бабамыз қолмен басып келген. Мен де дәл солай апаларымыздан үйреніп, осы киіз өнімдерінен әртүрлі қазіргі заманға лайықты бұйымдар жасап жатырмын. Оның ішінде бас киімнен бастап аяқ киімге дейін барлық затты жасауға болады. Сол жұмысты қазір тездету мақсатында, осы өнерімізді дамыту мақсатында осы грантқа тапсырыс беріп, соны қазір киіз басатын станок ұтып алдым. Сол бағытта қазір енді көп жұмыстар жасап бастадым. Әрине бұл маған өте үлкен көмек. Сондай-ақ жаңағы өзіміздің қазақи нақыштағы киіздің жоғалмауына үлкен себепші болды деп ойлаймын. Келешекте үлкен жоспарларымыз өте көп. Қазіргі интерьерге сай етіп, қазіргі заманға лайықты етіп, дизайндар жасап, сол бағытта жұмыс жасап жатырмын. 10 саусағынан өнері тамған шебердің қолынан